Анелге қошеметтеріңізді аямаңыздар. Және де Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармониясының камералық оркестріне қошеметтеріңізді аямаңыздар. Көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Әли Ермекбаевқа қошеметтеріңізді аямаңыздар. Өнер жолы қиын жол, қалады онда әлізім дегендей, Думан Байтеевтің творчестволық табысы, ол тынымсыз еңбектің, үздіксіз ізденістің нәтижесі. Халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты, сазгер, өңдеуші Думан Байтеевке қошеметтеріңіз.